мен Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының өкілі ретінде Қазақстанда белгілі қоғам белсенділерімен бірге бүгін Қазақстан Республикасының ұлттық банкінің төрағасы Қайрат Келімбетовпен кездесуде болдық. Кеше белгілі оқиғалардан кейін біз белгілі бір талаптар қойған болатынбыз. Яғни белгілі бір қоғам өкілдері, саяси партиялардың өкілдерінің атынан Қайрат Келімбетовпен тікелей кездесуді талап қойғанбыз. Бүгін сол талап орындалды. Бірақ бүгінгі кездесу белгілі бір нәтижелер берді деп айта алмаймын. Бірақ бір үміттенетін жағдай бар. Қазақстан Республикасы ұлттық банкі жанынан түрлі осы девальвацияның салдарынан туатын түрлі салалық проблемаларға қатысты, локалды проблемаларға қатысты комиссиялар құралатын белгілі болды. Яғни ипотекалық қиындықтарға туындаған халықтың жағдайын шешу мақсатындағы комиссия, немесе үлескерлерге қатысты доллар немесе шетелдік валютада кредиттік міндеттемелер алғандарға қатысты, яғни осындай бағыттарға байланысты белгілі бір комиссиялар құрылатын болды. Сол комиссияларға қоғам өкілдерін қатысуға шақырып, бірге жұмыс істеуге, келіссөздерге ашық екенін жариялады. Енді біздің соңғы үмітіміз бар. Бүгін девальвация салдарынан оласан зор инфляция, оласан зор кредиттік талаптар күшейе деген қауіпіміз бар. Ол қауіпке орын алуы әбден мүмкін. Сонымен қатар мен нақты Қайрат Келімбетовтың бүгіндегі нақты девальвация салдарының осы Қайрат Келімбетовтің 4,5 ай аралығында ұлттық банктың төрағасы қызметін атқара отырып, жеке жауапкершілігінің бар екенін көрсеттім. Яғни нақты Келімбетов бүгінде осындай девальвацияның салдарына орын беріп отыр, жол беріп отыр. Соның нәтижесінде ол өзінің кәсіби қауқарсыздығын көрсетіп отыр. Менің ойымша Қайрат Келімбетов бүгінгі девальвацияның салдарын шешуге қауқарсыз. Менің ойымша бүгінгі Қазақстан Республикасының ұлттық банкінің аппараты, мамандары девальвацияның салдарын шешуге қауқарсыз. Девальвацияға орын берді, оның салдарын шешуге ниет білдіріп отырған жоқ. Қайрат Нұрметұлы кеше оның алдыңғы күні біз бақылаған оның баспасөз мәслихаттарындағыдай сарындағы өзінің позициясын білдірді. Яғни ол бүгінде өзінің қызметінің оны жұмысқа қабылдаушы адамның жоғары бағалағандығын айтып өтті. Сонымен қоймай көптеген эксперттер мен мамандар бүгінгі девальвацияның экономикаға тек пайда әкелетінін айтып отыр. Бірақ бұл жағдайға біз өте күмәнді қараймыз.